Таскескен ауылы Қоңыршәулі ауылдық округінің орталығы. Аудан орталығы Үржардан солтүстік-батысқа қарай 70 шақырым жерде, Қарауыл тауының оңтүстік етегінде орналасқан. Іргесі 1928 жылы қаланған. Таскескен округі 1934 жылы құрылды. Жер көлемі 55.470 шақырым. Халық саны 3479 адам. 9 жолдың торабында орналасқан Таскескен ауылы ерте заманнан бері шежіреге бай, өзіндік тарихы бар жер. Ақтамберді жыраудың табаны тиіп, Бекбосын би төрелік айтқан өлке өзінің 3000-ға жуық таңбалы тастары мен өнер сүйер қауымды тамсандырып келе жатыр. Бүгінгі күні Мәскеу қаласының мұражайында тұрған аспаннан түскен көктас аталған үлкен метеориттің 1840 жылы Таскескен ауылындағы Қарақол өзенінің жанына түскенін ғалымдар ерекше ықыласпен айтады. Таскескен Ұлы Жібек жолы бойының Еуразиялық күретамыр эпицентрі іспеттес. Олай дейтініміз, өткен ғасырларда шығысында Қытай, оңтүстігінде Орталық Азия, батысында Ресей бағытындағы сауда керуенінің жолдары осы Таскескенде түйіскен және осы жерден жан-жаққа бағыт түзеген. Абылай хан елшілері де Қытай империясының сол керуен жолымен жүріп өткен. Таскескеннің көне дәуірден жеткен тарихи мұралары, жерінің тұрмыс-тіршілікке қолайлылығы күні бүгінге дейін өз маңыздылығын жойған жоқ. 8 шақырымда тұрған қасиетті Райып баба жерленген жердегі оның кесенесінен 3 бағытқа шығатын асфальт жол ежелгі керуен жолының бүгінгі жалғасы, бүгінгі таңдағы көрінісі деуге болады. Міне, осының бәрі көне дүниенің де, бүгінгі адам баласының да өркениетке барар жолындағы Таскескенге түсірген Алланың мейірім шапағаты тәрізді. Туған өлкеден шыққан біздің ерекше мақтаныш тұтатын адамдарымыз бар. Олар спорт саласында ауыр атлетикадан Қазақтан шыққан тұңғыш халықаралық дәрежедегі спорт шебері Қажымұрат Нұрғазин, грек-рим күресінен Кеңес одағының 7 дүркін, Еуропа және әлем чемпионы, 2 мәрте Олимпиада жүлдегері Дәулет Тұрлыханов, Үржар ауданының құрметті азаматы, өнер зерттеушісі Жарқын Шәкәрімов, өнер, білім саласындағы қайраткерлер Мәрзия Айтбайқызы Тұрлыханова, Мұхтар Әуезов атындағы драма театрының бас режиссері Аубакир Рахимов, Құрманғазы атындағы консерваторияның доценті Біләл Исқақов, әйгілі теледидар дикторы болған Бауыржан Айтқазин, Қазкоммерцбанк басшылығындағы Бақытжан Жұмағұловтың, Қазақстан азаматтарының денсаулығын жақсарту мақсатында Медикус Евразия компаниясының басшысы, дәрігер Сесенов Қайраттың аттарын ауыл жұртшылығы аса құрметпен атайды. Таскескен ауылында 2 орта мектеп, Алтынсарин атындағы орта мектеп бақша және Ақтамберді атындағы орта мектеп бақша коммуналдық мемлекеттік мекемесі, 1 кәсіптік оқу орны, Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесі, әкімшілік мекемесі, мәдениет үйі, аурухана, мешіт, Қазақ телеком, Қазпочта, Қазақ автодор, Шығыс энерго, халыққа қызмет көрсету орталығы, 30 жеке меншік дүкендер, 98 шаруа қожалықтары, 2 наубайхана, шаштараз және 1 кулинарлық цех бар. Ақтамберді атындағы орта мектеп бақша коммуналдық мемлекеттік мекемесі, білім ордасы Таскескен ауданы, Таскескен ауылында 1986 жылы нөмірі 2 орта мектеп болып ашылды. 1993 жылы Ақтамберді атындағы орта мектеп атауы берілді. Мектеп бүгінгі күні жаңа заман талабына сай жабдықталған. Үржар ауданының тірек мектептерінің бірі болып саналады. 2014 жылдан бастап Ақтамберді атындағы орта мектеп бақша коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып өзгертілді. Алтынсарин атындағы орта мектеп бақша коммуналдық мемлекеттік мекемесі. 1930 жылы мектептің ашылуы туралы бұйрығы шықты. 1931 жылдан бастап бастауыш мектеп болған. 1933 жылы алғашқы шәкірттері бүгінгі ауыл қарттары Абдрашев Дүйсенбі, Таңатаров, Айтқазин, Нығметова, Жұмадилов, Берікболова, тағы басқалар білім алған.
Ол кезде Алматы облысы, Лепсі губерниясы, Түркістан колхозы және Түркістан мектебі аталған. 1946-1949 жылы Өмірзақов Қамырқан директор болды. Мектеп Ворошилов атындағы 7 жылдық мектепке айналды. 1949-1951 жылдары Жігіт Ахметов Қабыш директор болды. 8 жылдық мектеп болып қазақ-орыс сыныптары ашылды. Осы жылдары ата-аналар өздері кірпіш қойып мектепті үлкейтті. 1951-1952 оқу жылында Ворошилов мектебі 10 жылдық орыс-қазақ мектебі болды. 1957-1958 жылдары Нұрқайдаров директор болды. Сол кезде 4-ші 10 жылдық бітірді. Олар Айтбаева Мәрзия, Айтқазина Майра, Абдрашева Түрдана, Абдрабиев Тілеубек, Ахметова Марипа, Бейсекенов Рысбек, Дакин Төкен және тағы басқалары. Соның ішінде Айтбаева Мәрзия математика ғылымының кандидаты. 1958-1963 жылдары мектеп директоры қызметін Мырзаханов атқарды. Мектепке Ыбырай Алтынсарин аты берілді. Мырзаханов басшылығымен мектеп көп ілгері дамып, оқушылар еңбегі ерекше болды. 1994-2007 жылдары мектеп ұжымын Амирова Шолпан Рахымжанқызы басқарды. Қайта құру кезіндегі қиыншылықтан ұстаздар мен ата-аналарды және оқушыларды басқарып, зор еңбегімен қиыншылықтан алып шықты. Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесі Үржар ауданы Таскескен ауылында орналасқан. Бұл оқу орны 1960 жылы 19 қыркүйек айында номері 127 Аякөз ауыл шаруашылық механикалық училищесі болып құрылған. 1965 жылы 1 қазан айында номері 127 кәсіптік техникалық училище болып өзгертілді. 1984 жылы 13 тамызда номері 20 орта кәсіптік техникалық училищесі деп атауы өзгерді. 1996 жылы 27 мамырда білім саласындағы реформаларға байланысты номері 20 кәсіптік техникалық мектеп болып өзгерді. 2003 жылы 22 мамырда номері 20 кәсіптік мектеп болып өзгеріп, 2009 жылы 12 қаңтар айынан бастап номері 18 кәсіптік лицей болып өзгерсе, 2012 жылдың 14 маусымынан бастап Үржар колледжі коммуналдық мемлекеттік мекемесі болып жұмыс жасауда. Менің кіші отанымның тарихы осындай. Жалпы, адамзат баласына ортақ дүниеде бүкіл әлемдік тартылыс заңы болса, ол туған жерге деген махаббат. Әр адамға туған жері жақынындай ыстық, әрі алыстағы сағынышы болмақ. Құстың мекені көкте болғанымен бар назары жерде. Қай жерде жүрсе де адам баласының салмағын туған жер ғана сақтап қалады. Оның даңқы, ерлігі де туған жердің әрбір тауы мен тасында сайрап жатпақ. Менің ауылым Таскескен талай-талай елім деген ерлердің кіндігін кесіп, алыс армандарға қанат қақтырған киелі жер. Тас деген ұғымның өзі мәңгілік. Тастан уақыттың өзі сескенеді. Тіпті бір қауырсынның өзі қол жетер жерден ұзап әрі аспайды. Бұл да жерге деген махаббаттың нәзік қана көрінісі. Ауылымның ұл қыздары жапырағымен сыбырлап, тасының маңдайынан сипап, топырағын уыстап өседі. Тарихтағы жауынгер ерлердің көрген күні зобалаң болса да, көкейіндегі көп алаң болған бұл өлке жас ұрпаққа мәңгілік аманат. Мен жерімді сүйемін. Менің ауылым, менің ұлы махаббатым.